Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен Шығыс Қазақстан облысындағы Зайсан қаласында жасалатын, яғни шығыста жасалатын осындай ши бауырсақтардың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге су керек, оған тұз, қант, қанша бәрін керек екенін видеоның астына қалдырамын. Және оны жақсылап араластырып аламыз ертіп. Одан кейін оның үстіне ерітілген сары майды қосамыз. Енді ұнымызды аламыз, оған аздап сода қосамыз. Және де жаңағы сұйықтығымызды осыған аз-аздан үстіп құямыз. Және де қасықпен араластырамыз. Мен ең бірінші осылай қасықпен араластырамын, одан кейін қолмен елеймін. Елеп болған соң қамырымызды кішкене столда қалдырамыз. 10-15 минут. Одан кейін бауырсақтарымызды жасауға кірісеміз. Жақсылап тағы бір иін қандырып алып, оны бөліктерге бөлеміз. Осы кезде сіздерге тақтай керек болады. Өйткені бұны кесеміз. Мен осындай бөліктерге бөліп аламыз да, оны ұзыншақ етіп созамыз. Немесе қазір тағы бір жолы бар, көрсетемін. Осылай қандай көлемде сізге керек? Ұсақ керек болса, кішкене жіңіш керек болады. Және оны осындай кішкене бөліктерге осылай кесеміз. Кескен бауырсақтарымызды осылай орамал жайып, тақтайдың бетіне осылай тіземіз, бір-біріне жабысып қалмау керек. Мына қамырымызды кішкене жайып жіберіп, бөліктерге бөліп, оны осылай төртке бөліп, және осылай бөліктерге бөліп, домалақтап кесе беруге де болады. Міне. Бұл енемнің өзінің способы. Осылай кесе береді. Біраз уақыт алады, бірақ өте дәмді болып шығады. Одан кейін қызған майда қуырып аламыз, болды. Өте көп ұстамайды, тез піседі бұлар. Ас болсын.